Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Біз алдыңғы видеода қарастырған дәрісімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы қазіргі жаһандық білім беру кеңістігі түбегейлі өзгерістер кезеңінен өтуде. Университеттердің оқу жүйесі бұрынғыдай тек аудиториялық сабақтарға сүйенбейді. Керісінше, цифрлық технологияларды, онлайн платформаларды, интерактивті құралдарды, жасанды интеллектті және жаңа педагогикалық тәсілдерді үйлестірген көп деңгейлі жүйеге айналып келеді. Ең бастысы, студенттің білім алу стилі айтарлықтай өзгерді. Ол ақпаратты жылдам қабылдайды, цифрлық ресурстарды еркін қолданады, оқу үдерісінде икемділік пен жекелендіруді талап етеді. Университеттің басты міндеті дәл осы өзгерген сұраныстарды ескере отырып, заманауи технологиялық тұрғыдан дамыған интеллектуалды оқыту ортасын қалыптастыру. Жоғары оқу орындарындағы білім үдерісі соңғы жылдары радикалды өзгерістерге ұшырады. Университеттер ақпараттық технологияларды кеңінен қолданылатын академиялық ортаға айналып келеді. Электронды кітаптар, LMS платформалары, виртуалды зертханалар, онлайн сабақ материалдары бүгінгі университеттің ажырамас бөлігі. Бұл өзгерістер студенттердің білім алудағы еркінділігін кеңейтіп, оқу процесін оңтайлы басқаруға жағдай жасайды. Цифрлық инфрақұрылымның дамуы оқу материалына кез келген уақытта қол жеткізуге мүмкіндік береді. Студент өзінен қажетті мәліметті қалаған уақытында пайдалана алады. Бұл оқу үдерісінің икемділігін арттырады. Бұрын оқу процесі тек оқытушының түсіндіруінен негізделсе, қазір студент өз білімінің белсенді субъектісіне айналды. Дәл осы өзгеріс білім беру жүйесінің парадигмасын толығымен жаңартуды қажет етеді. Осы кезеңде университеттердің алдында тұрған маңызды міндет оқу үдерісін цифрлық трансформациялау. Нақтырақ айтқанда, оқу бағдарламаларын оңтайландыру, бағалау жүйесін жаңарту, оқу материалын интерактивті форматқа көшіру мәселелері ерекше өзекті болып отыр. Бұл өзгерістер білім беру жүйесін технологиялық тұрғыдан ғана емес, мазмұндық және әдістемелік жағынан да қайта ойластыруды талап етеді. Оқытушы мен студент арасындағы өзара әрекеттесу формалары түбегейлі жаңарып, оқу үдерісі бұрынғыдан да деректерге негізделген сипатқа ие болды. Университеттер сабақ жоспарларын цифрлық талдаулар арқылы жетілдіріп, студенттің оқуын жеңілдететін неғұрлым тиімді тәсілдерді енгізуде. Мұндай жағдай білім алушылардың белсенділігін арттырып, олардың оқу үдерісіндегі жауапкершілік деңгейін күшейтеді. Сонымен бірге, жасанды интеллект технологиялары күрделі ақпаратты жеңілдетіп, оқу материалын түсінікті форматта ұсынуға мүмкіндік береді. Жасанды интеллекттің оқу үдерісіне ықпалы. Жалпы жасанды интеллект технологиялары жоғары білімді дамытудағы негізгі факторлардың біріне айналды. Ол оқу материалын автоматтандыруға, оқу бағдарламаларын оңтайландыруға, студенттің үлгерімін талдауға және оқу сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Оқытушы үшін жасанды интеллект әдістемелік көмекші. Сабақ жоспарын дайындау, конспект пен тесттерді құрастыру, материалды құрылымдау сияқты жұмыстар автоматтандырылғанда, оқытушы өз уақытын шығармашылық пен ғылыми қызметке бағыттай алады. Бұл оқу сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Студенттің оқу динамикасын талдайтын Learning Analytics құралдары оның білім алу белсенділігін дәл көрсетеді. Бұл талдау оқу процесін дер кезінде түзетуге көмектеседі. Университеттер деңгейінде мұндай талдаулар білім сапасын басқару жүйесін жетілдіруге ықпал етеді. Жасанды интеллекттің тағы бір артықшылығы оқу процесіндегі деректерді үлкен көлемде өңдеп, нақты шешім қабылдауға мүмкіндік беретін аналитикалық болжамдар жасау қабілеті. Мұндай болжамдар студенттің келесі семестрдегі оқу үлгерімі мен ықтимал тәуекелдерін алдын ала анықтауға көмектеседі. Келесі слайдта бізде кредиттік технология аясында цифрлық құралдарды қолдану жайлы ақпарат берілген. Кредиттік технология қазіргі жоғары білімнің негізгі құрылымдық моделі болып табылады. Бұл жүйе студентке жеке оқу жоспарын құруға, пәндерді таңдауға, оқуды өз қарқынымен ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Академиялық еркіндік арқылы студент өз қабілетіне лайық бағытты таңдап,
мамандығын терең меңгере алады. Цифрлық жүйелермен үйлескенде кредиттік технологияның тиімділігі еселенеді. Электронды жүйелер студенттің барлық академиялық ақпаратын бір орталықта сақтап, оқу процесін автоматтандыруға мүмкіндік береді. Бұл студент пен оқытушы арасында қарым-қатынасты жеңілдетеді, бюрократияны азайтады, оқу процесін жеделдетеді. Кредиттік жүйеде студенттің оқу траекториясын жоспарлау үдерісі тек пән таңдаумен шектелмей, оның болашақ кәсіби бағытын айқындауға дәл ықпал етеді. Цифрлық платформалар студенттің алдыңғы нәтижелерін, қызығушылықтарын және академиялық көрсеткіштерін талдап, ең тиімді пән комбинацияларын ұсынуға мүмкіндік береді. Бұл студентке өз қателіктерін уақытылы анықтап, оқу жоспарын түзетуге жағдай жасайды. Жасанды интеллект негізделген академиялық кеңес беру құралдары пререквизиттерді бақылап, оқу жүктемесінің шамадан тыс болуын алдын ала болжай алады. Мұндай жүйе студенттің оқуына деген жауапкершілігін арттырып, оның уақытын тиімді басқаруға көмектеседі. Оқытушылар үшін де кредиттік технология тиімді, себебі олар әр студенттің прогрессін бақылап, дараланған кері байланыс бере алады. Қорытындылай келе, жоғары оқу орындары үшін қазіргі білім беру моделі тек пән оқыту емес, студенттің жеке қабілетін ашуға бағытталған кешенді экожүйе қалыптастыру. Цифрланған инфрақұрылым, онлайн оқыту, жасанды интеллекттің мүмкіндіктері білім беру сапасын арттырып, оны қолжетімді әрі икемді етеді. Болашақта жасанды интеллект технологиялары оқу процесінің барлық саласына еніп, педагогикалық тәжірибені жетілдіреді, оқу сапасын арттырады. Университеттің бәсекеге қабілеттілігі оның технологиялық мүмкіндіктерімен, цифрлық ортасының қолжетілімділігімен және де оқытушы құрамының жаңа әдістерді игеру деңгейімен өлшенетін болады. Осыған қоса, заманауи білім беру ортасы үздіксіз жетілдіруді, жаңа технологиялық шешімдерді үнемі енгізуді талап етеді. Сонымен қатар, университеттер білім беру мен технологияны біріктіру барысында академиялық адалдықты сақтауға, оқу үдерісінің әділдігін қамтамасыз етуге ерекше назар аудару тиіс. Цифрлық орта кеңейген сайын, оқу нәтижелерін бақылау мен бағалаудың жаңа тәсілдерін енгізу қажеттілігі арта түседі. Жасанды интеллект бұл бағытта да тиімді құрал бола отырып, бағалаудың ашықтығын қамтамасыз етіп, студенттің шынайы қабілетін дәл анықтауға мүмкіндік береді. Әлемдік бәсекелестік жағдайында жоғары оқу орындарының дамуы инновациялық шешімдерді дер кезінде қабылдай білумен тығыз байланысты болады. Сондықтан, университеттер үшін жасанды интеллект технологияларын ұтымды қолдану тек артықшылық емес, сонымен қатар заманауи білім беру жүйесінде алға шығудың басты шартына айналып келеді. Осымен бүгінгі слайдымыз біздің аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Дәрісіміздің жалғасын келесі видеомыздан көре аласыздар.